Сәлем әлем, сіздермен бірге Айга. Мен қазір көп сөйлеймін, бірақ мен айтқым келіп тұр видеоға түсіріп. Мен таңертең тұрғанда жаман әдет бар, сөткізді айтатын. Бірақ 2 ай бұрын қайғам, сұрасы тұрысымен ұстаушы еді. Мен бірақ қазір өзімді үйретіп алғам. 10 минут демалам, сосын барып сөткізді. A few moments later. Бүгін мен особый дей, что ли, Марина Могилко деген ең сүйікті блогерім бар. Сол кісіде 1001 фото екен. Мен до конца бірінші публикациясына дейін барып, Инстаграм жаппа. A few inches later. Сосын, блин, қалай күшті, блин, как классно, какая она классная, такая трудолюбивая, блин, пысық. 2 hours later. Ол блогинг туралы, YouTube блогинг туралы былай айтқан еді. Если вы хотите снимать, просто снимайте, просто сейчас начинайте, потому что интернет, YouTube быстро развивается, и просто начинайте, просто делайте, деп түсіндіріп айтты. 1 eternity later. Вот, доза мотивации, вот у меня столько мотивации, смотря на ее публикации еще. Кеше YouTube'дан видео түсіріп, видеосын көріп, блин, бірақ жартысын көріп, қазір за завтраком көрем кішкене, солай. Снимай, пожалуйста, там не дойдем. К нам Олег приехал, который сейчас снимает, и я, знаете, подумала, блин, это, конечно, настолько круто, когда ты находишь себя, и ты делаешь дело, которое тебе действительно нравится. Знаете, почему это выражается? Что, типа, я Олегу говорю... My breakfast. Студенческий завтрачек. Вот. Короче, какие данные? Калифорния, Л.А. На данный момент нахожусь в Лос-Анджелесе. Тут у нас такие красивые деревья. И я вот такая. Ладно. Один факт про меня, у меня ужасный смех. Бәрі соған замечание айтады, и типа такие, қалай күлесің? А мне все равно, потому что это мой смех. И это моя изюминка. Короче, все, музыка. Короче, işlep buldum. Енді сессия қатайту керек. Сөздерімді тыңдашы, сенің жалғыз анашың, көріп сені толғайды. Короче, мен 3 тест ташлен, 2 тест жаттым, мен 1 тест қалды. Сосын, как демалмалам, сосын қарай жалғастырам. Сол демалып ақылдан дүкенге барып, үйге керек дүниелерді алып Короче, бәрі нормально, дайындалғам, енді... Короче, мен бүгінгі күн осылай өтті. Жарты күн үйге жаз, жарты күн сабаққа дайындықпен. Қызықсыз да болды, бірақ қызықты болды деп ойлаймын. Бірақ мен әлі новичокпын, iMovie редактировать етемін, Premiere Pro'ға жеткен жоқпын, бәрі де қызықты болды деген ойдам. Сосын ең бастысы, мен өзіме ұнайтын іспен айналысуды бастадым, мен ойлай бермей, просто начала действовать. Начала снимать видео и начинаю учиться редактировать эти видео. Қызықты болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.